Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті отандастар. Мынау кіріп келген 2022 жыл. Жаңа жыл құтты болсын баршаңызға. Бақыт береке әкелсін. Енді мынау осындай Алматының биік шыңдарынан сіздерге осындай құттықтау видеосын жолдағым келіп отыр. Міне бабаларымыздың керемет осындай әдемі жерлерді мекендеп, осындай ұлан ғайыр жерлерді бізге мұра етіп қалдырып кеткен бабаларымызға мың алғыс, олардың рухтары шат болсын. Бір-екі күн бұрын видеода, арнамызда бір видео шыққан болатын. Алтын адамның табылған жерлері жайлы. Жалпы ол видеоны біз әрине басқа арналардан алдық. Енді жалпы айтайын дегенім, қазақтардың арғы бабалары ол сөзсіз Сақ империясы, Ғұн империясы, үлкен түркі қағанаттары, империялары барлығы бұл осы қазақтардың ата бабалары болып табылады. Осы жерде мекендеп үлкен империялар құрып, сол империялардың астаналары міне осы қазірде осындай үлкен қала Алматы түркілердің орталығы болған кезінде. Міне алтын адамдардың да, басқа да тарихи жәдігерлердің дәл осы жерлерден табылатыны, осы жерлерден шығатыны осыдан. Ол кездейсоқ емес. Мына комментарияларда үнемі жазып отырады. Мына көрермендеріміз ежелгі римдықтардың ұрпақтары қазір Италияда тұратын итальяндықтар, Египетте тұратын баяғы фараондардың ұрпақтары қазіргі египтяндықтар, сол сияқты мынау парсылардың ұрпақтары ирандықтар болса, Сақ Ғұн империясының тікелей мирасқоры біз қазақтар болып табылады екенбіз. Әрине мынау Кеңес одағы дәуірінде әбден бұрмалап, біраз тарихымызды моңғолдарға, біраз тарихымызды өзге де ұлттарға теңеп беріп жіберуге тырысты. Дегенмен біз бәрін білеміз, бәрі есімізде, тарихымызды қайта жандандырамыз Құдай қаласа. Ал аман болыңыздар, қазақ тарихына жанашыр болыңыздар, құрметті ағайындар. Алдағы уақытта жақсы видеолар шығаруға әрекет қыламыз.